қандай жасқа келсе де, жас болсын, жасамыс болсын, үлкен кісілер болсын, таңертең тұрған соң дене шынықтыру жасамайтын болса мен таң қаламын. Міндетті түрде біз секілді йогаға барып, ақшасын төлеп, оған аптасына 3 рет баруым керек, ол да еңбек, қаланың ана басына, мына басына. Оған да емес, бір мидың өзі сұрайды да бізден. Аяқ қолымды қимылдатшы, менің ағзаларымды сосшы, ағзаларыма қан жүрсінші, маған бір нәрсе керек болып жатыр деп. Соны жасамай, бірақ таңертең тұрып алып, көзін уқалап ашқаннан бастап әлеуметтік желіні қарап, ерінбейді ғой. Ерінбей Меруерт Әйтенова неше түрлі комментарий жазатын әйелдер бар. Серия жазады. Сол уақыттың орнына да біреуге комментарий жазып, басыңызды ауыртып, біреудің ең жаман нәрсесін өзіңізге тартып алып, осы жерде естеріңізде болсын, сіз ол комментарияны өз телефоныңызға жазып отырсыз. Айдаладағы Меруерт Әйтенова телефонына келгенге дейін ол, көрдіңіз бе, сіздің телефонда қалды. Сіздің миыңызда тұр. Оның айдаладағы Меруерт ханымға өзінің өмірін жасап тұрсаң, көктемге керек жоқ оның. Сіздің өзіңізге айтылған баға. Сондықтан да кімге де болсын негативті комментарий жазатын кезде, сіз ең бірінші таңертең тұрған кезде дене шынықтыруын жасайтын болсаңыз, сосын барып жылы суыңызды ішіп, айналаңызға қарап, бала-шағаңызға, күйеуіңізге қарап, не тірлік жасайтыныңызды жоспарлайтын болсаңыз, сіз жаман комментарий жазбайсыз, сіз әлеуметтік желіге де қарамайсыз. Әлеуметтік желіге қарасаңыз, сіздің жанарыңыз тек қана жақсы нәрсені көріп, жақсы сөз айтуға ғана қалыптасады. Ал енді аржағын ойлай беріңіз.